Сен жандос көкке өзі бала жандай Алинор күндей ал Кәусар гүлдей көкке сенде ерке екеуі де өте Бұл Болат мырза. Жеке кәсіпкер, үйленген, 3 баланың әкесі. Осы мейрамхананың иесі. Болат мырза, ертеңгі банкетке толық дайын емеспіз. Керек заттарды алынбаған. Керек заттардың тізімін жазып қой. Өзім аламын, түсінің ғой? Аха. Ау, не жиналыс? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Болды, шығайын деп жатырмын. 10 минуттан кейін боламын. Жақсы, болды, кездескенше. Болат мырза, сосын? Сосын айтасың, жақсы ма? Асығыспын. Дайындап қойыңдаршы, болды. Бұл кісіде бәрі бар. Бос уақыттан басқа әрине. Алло. Алло, Бәке, балаларды үйірмеден алуды ұмытпадың ба? Қашан? 10 минуттан кейін. 10 минуттан кейін. Жақсы. 10 минуттан кейін. 10 минут аяққа баруым керек. Мен аяққа баруым керек. Ал бұл Әлия ханым. Болат мырзаның жұбайы. 3 баланың анасы екен айтпасақ та белгілі. Ақ көңіл мейірімді жан. Мамандығы мұғалім. Бірақ қазір бала күтіміне байланысты еңбек демалысында. Көп уақытын емізулі баласына арнайды. Тамақ істейді, үй шаруасымен айналысады. Үлкен ұлы мен қызының сабағын қаратып, серуенге шығарады. Кейде барлығын бірге істейді. Ал басты кейіпкерлермен таныс болыңыздар. Алинұр және Кәусар. Алинұр 3-ші сыныпта оқитын ерке бала. Жаңа технологияларда көбейту кестесінен артық жаттап алған. Бұл баланың білмейтіні жоқ. Сондықтан онымен сөйлескенде абай болуы керек. Анашым, қандай тамақ пісіріп жатырсыз? Дәмді. Алақай, дәмді тамақ жейміз. Жылама құршағым, дәмді тамақ пісін саған да берем. Қазір әкелерің келсін, сосын бәріміз бірге тамақтанамыз. Әне, әкелерің де келді. Мен есік ашам. Кәусар Алинұр сияқты емес, нәзік, аңқау, ерке. Ата-анасының айтқанын екетпейді. Кейде Алинұрға еріп кететіні бар. Ағасына жанашыр, әрдайым көмекке дайын тұрады. Ал бұл жігіт жан дос, таза ауылдың баласы, еңбекқор. Бірақ ұмытшақ. Арманшыл және балажан. Мұның бәрін неге айтып жатыр деп түсінбей тұрған шығарсыздар. Міне, қызық осы тұстан басталады. Анжа хабар бар, қазір мен жөндеп алайын. Сосын жарысамыз. Алло. Ой, ассаламағалейкум аға. Жақсы өздеріңіз. Сол ауылда ғой, ауыл жақсы. Астана одан да жақсы шығар, я. Астанада жұмыс істеу? Білесіз ғой менің арманым ғой. Мені ма? Астанаға жұмысқа шақырып жатсыз ба? Болды, мені бара жатырмын. Болды, қазір барам. Қазір болғанда 2 күннен кейін барам енді пойызбен. Жақсы. Астанаға жұмысқа кетем. Астанаға кетемін. Такси! Такси? Экспо бульварға. 3000 кеттік. 3000 кетпедік, 1500 кеттік. 3000 жақсы ғой. 3000 жаман, 1500 жақсы. Мен өзіңіз ойлаңызшы, 3000 теңгеге сонау қармақшыдан келіп тұр. Сіз маған қайттан 3000 теңгеге қармақшы апарып тамақшысыз ба? Сәл түссеңізші.
жарайды түсейін. 2999 теңгеге түсейін. Аға, супермаркетте тұрған жоқпыз ғой сауда сатылмай. Менде бар 1500 теңге. Кетсек кет, кетпесек. Жарайды, 1000-ға кеттік. Астана, бас қала, арман қала. Бауырым, Ау, Оң жағалаумен жүре берейін бе, әлде сол жағалаумен жүре берейін бе? тура жүре беріңіз аға. Жарайды. Астана, Қазақстандағы ең қымбат қала. Астананың тұрғындарының жалақысы қандай екенін жұмыс істейтін ғимаратының биіктігінен білуге болады. Барлық қалаларда 4 мезгіл болса, бұл қалада 3 мезгіл. Қыс, көктем, қыс. Әйтеуір Астанама жеттім. Енді маған ешкім кедергі болмайды. Не істесем де өзім білем. Өз мақсатыма қалайда жетемін. Үйім болады, машинам болады. Сен үшін сүйемін, Астана! Кешіріңіз. Болат аға! Болат аға! Жандос, інім! Аға, ассалаумағалейкум. Ой, жаным, аға. Сағындым ба сізді, қалайсыз, жақсы? Өз болсын ба? Бақтияр Қарамырзаев, сіз жаңа жаяу жүргіншілер жолынан жүрген жоқсыз. Сондықтан айыппұл төлейсіз. Қандай айыппұл? Жөніңізді айтсаңыз, ал. Айыппұл болғаны мен рөлде келе жатқан жоқпын, айыппұл төлейтін. Заң барлығымызға ортақ. Сізді оның үстіне камера түсіріп алды. Камера ма? Ағам шығар алдаған. Мен алдандым, камера. Ешкім алданған жоқ. Інім таңертең өзім күтіп алу керек еді. Кешігіп қалдым да. Бір жолға кешіріп жіберіңізші, байқамай қалды. Менің кінәм. Ініңізге қатты жаныңыз ашып тұрса, былай жасайық. Мен хаттаманы ініңіздің атына толтырамын. Сіз барып төлейсіз. Мәселе шешілді. Не деген идея. Машинаға жүрдім кет. Машинада жұмыс жасайтын боласың, ә? Қош келдің. Жандос. Жандос. Мұңайма. Көңіл түсірме, ештеңе етпейді. Бәрі жақсы. Астана, елорда, бұл жердің заңында, тәртібі де сондай. Өзім күтіп алуым керек еді сені. Кінә менен де бар енді. Сол ғой? Сіз ғой кінәлі. Бәсе мен кінәлі емеспін. Жұмыс орны осы, Ой, аға. Мұнда мені жұмысқа шақырғаныңыз өзі бір үлкен сыйлық қоймаған. Жандос, екеуміз бауырымыз. Бірімізге қарасып жүруіміз керек. Мен жоқта осы жерге өзің бас көз боласың, ә? Сонда, ғой? мен мына жерде бастықпын ба? Мен жоқ кезде осы жерде бастықсың. Бүкіл жұмысқа, шаруаға өзің жауап бересің. Хоп, айтсаңыз болды. Жандос, саған тапсыратын тағы жұмысым бар. Кез келген жұмыс қой, кез келген жұмыс айтын. Шақпсайын ба? Бол, мына екеуіне өзің бас көз болсаң. Болды, айтсаңыз болды. Сонда Астанаға осылар үшін келдің бе, Жандос? Енді ағаңмен неге кетпейсің, балаларды қарамаймын деп? Қазір ойнаймыз, ә? Бара тұрыңдар, жандарым. Әкелеріммен сөйлесіп жіберейін, бара. Қысқа ойнайсыңдар ма? Амасан алмай қалған. Аға, бірден басын ашып алайын. Сонда сіз мені ауылдан осы екі балаңызға қарау үшін шақырттыңыз ба? Әлде мына мейрамханаға жұмысқа шақырттыңыз ба? Екеуіне үлгір алам ба деп айтып жатқаным ғой жана. Екеуін де бірге алып жүрмейсің ба?
аяға сөз жасайсыз, иә? Жарайды, сіз айтсаңыз үлгерем. Екеуіне бас көз бол, барлығына өзгересің. Жақсы? Хоп. Молодец. Інім. Жандос, қош келдің. Ой, рахмет жеңге. Қалай жеттіңдер? Енді қалай Астана ұнап жатыр ма? Иә. Астанаға келген қызық болды. Келе салысымен жол полиция қызметкерін ұстап қойғаншы ма? Сен Жандос көлікпен жүрсің ба? Жоқ, жаяу жүріп ұстап қойғансың ғой. Қайта ағама рахмет келіп әйтеуір көмегін беріп құтқарған. Ой, не көмегі бар оның? Айыппұлын төлетіп болды ғой. Қалай ұсталып қалып жүрсің ба? Жағдай былай болды. Ағам жолдың арғы бетінде тұр екен. Мен жолдың бергі бетінде. Көрші мамат еді. Сен де қызықсың. Айтпақшы, ауыл дегеннен шығады. Ауылдағылар сіздерге сәлем айтып жатыр. Саламат болсын. Жұмыс деп қалада жүре бермей, ауылға да келіп тұрсын дейді. Шынымен де барып келмеген. Онда ауылға сурет жібермедік қой. Сөйтейікші? Иә, суретпен ауылға жібердік. Ал келіңіздер. Қоқан? 1, 2, 3. Балалар, сендерге не болған? Көңіл күйлерің жоқ қой. Жоқ әлде Жандос көкелеріңе сендердің ойын бөлмесін босатып бергенге ренжіп отырсыңдар ма? Олай жасауға болмайды, балалар. Қайта қуанбайсыңдар ма? Сендер ауылға барған кезде Жандос көкелерің қалай сендерді қуанып қарсы алады? Қайта Жандос көкенің келгені жақсы болды. Сендермен ойнайтын болады. Қайта сендер Жандос көкелеріңмен ойнаңдар. Жарай ма? Ақылдарың бар ғой сендердің. Ондай көңіл күйлеріңді Жандос көкелерің көрмесін. Ренжіп қалар. Жарай ма, балам? Жарайды. Жарай ма, қызым? Жарайды, анашым. Жарайды. Ондай болса, маған көмектесіңдер. Жүріңдер. Сізді біздің үйге кім шақырды? Баяғыда ауылдан бізге шөп жұлдырып қойып едіңіз ғой. Велосипед үлкен кішінікі болмайды деп, менің велосипедіме отырып алып, сындырып тастағансыз. Әжемнің берген компьютеріне де талатсатынсыз. Трактордың терезесін өзіңіз сындырып тастап, атан саған ұрыспайды ғой деп, маған жаба салғансыз. Енді біздің ойын бөлмемізді тартып алмақшысыз. Біз бұны жай қалдырмаймыз. Енді не істейміз? Келгенде жабылып, ұрып қуып жүреміз ба? Жоқ, Каусар. Біріншіден, ол бізден күшті. Ал екіншіден, сен анашымның не дегенін естідің ғой. Біз олмен ашық шайқаса алмаймыз. Біз Жандос көкеміздің өзі біздің үйден қашып кететіндей қыламыз. Иә! Ғажап қандай бала тілі балдай, біздің Жандос көке өзі бала жандай. Әлі нұр күндей, алтын сары гүлдей, көкесінде ерке